Мен бұл жерде ең мақсатымды айтып кетейін қазір. Маған көп адамдар айтады ғой, өз денсаулығың жоқ, бұнша рисковать етіп не қыласың, мына біреу андай болып кетпей ма, бұндай болып кетпей ма десе, мен мынау 20 жыл көш көшірдім ғой. Сондықтан мен әзір көшіріп келген адам, енді бір 50 мың семья көшіріп келсем 25 жылдың ішінде, олар қазір Қазақстанның бюджетін төлеп отыр ғой. Сондықтан әр қазақтың жаңағыдай ит жоқ жерде шошқа үреді деп мына инфо-цыган дедіңіз ба бағана? Міне соларға қарсы жұмыс істейін. Мендей қазақ халқының Қазақстанға, отанымызға, үрп әдетке, дәстүрге, дінге мендей қызмет қылған адам жоқ деп халықтың өзі айтып жатыр маған. Әсеке, мына өмір тәжірибеңізді енді бұл халыққа берсеңізші, жасыңыз 65-ке келіп деп. Мен одан басқа мақсатым жоқ. Жаңа қазаққа еш нәрсе істемеген өтіріктен қазаққа жан ашып жатыр. Өзі семья көрмеген адамдар біреулердің семьясы туралы қаршадай балдар атасынан үлкен адамдарға діни тиісіп, мынау семьясын өзінің басын ала алмай жүрген бір адамдар жаңағы семьялар туралы сөйлеп отқанға, соған шынымен мынау мемлекетімізге, халқымызға қызмет қылайын дегеннен басқа менің жаман ойым жоқ. Ал бірақ неге қызмет қылатын дейтін болсаңыздар, қазір мен өзім сол 89-дан көш көшірген болсам, менің көшіріп келген адамым Қазақстанға қазір уже миллион болды деп айтсам болады. Неге дейтін десеңіздер, мен өзім содан бері 25 адамға көбейіп кеттім. Бұл бейшаралар да көбейіп отқан шығар деп, мына келешекті жастарды ойлап отырмын. Мен ешқандай бір материальный благо, болмаса популизммен айналысайын, осындай маған атақ абырой керек деген нәрседен мен ұзақтамын. Мұны керек болса пайдаланарсыздар. Ал енді бұны кім көреді, қалай шешеді, оны халық шешеді деп есептейміз. Мына алтын уақытын бөліп келген мына қызметімді қылып, осы сөз жерде қалмасын деп қызмет қылып жатқан артымыздан ерген інілерімізге рахмет деп қояйын.